ұлттық тағам дегеннің өзі айтып тұр ғой. Ұлттық тағамда ұлттың құндылығы болады. Мына еврей деген ұлтты бәріңіз білесіздер ғой. Соларда мынандай жүйе бар. Ұлттық тағам арқылы ұрпақты ұлт қылып тәрбиелейді, еврей қылып тәрбиелейді. Жаңағы еврейдің ұлттық тағамын жесең, асқазанында сол мына қорыту процесінің өзі сенің еврей екеніңе айғақ болады да. Сол сияқты мысалы ұлттық тағамнан, мысалы ұлттық құндылықтардан қол үзген адам өзі ұлттан да қол үзеді ғой. Сондықтан мына ұлттық тағамның өзі ұлттық құндылық деп айтқанымыз үшін біз қазір ұлттық тағамды жемейтін болдық, орнына ылғи кола ішетін болдық, қымыздың орнына кола ішетін болдық, құрдақтың орнына лағман жейтін болдық, көженің орнына борщ ішетін болдық, еттің орнына палау жейтін болдық. Бұл да біздің ұлттық бет-бейнемізден айырып жатыр. Сосын мына сіздер білесіздер, мысалы кезген қаланың баласының өзі құрт дегенде аузында сілекей үйіріледі. Соның өзіне биологиялық, психологиялық процесс жүреді. Ал енді ұлттық тағам жемеу деген, ол мысалы мына ұлттық музыка тыңдамау, ұлт тілінде кітап оқымаумен сондаймен тең нәрсе. Сондықтан ұлттық тағамға келу керек, ұлттық тағамға оралу керек. Ұлттық тағам бар жерде ұлттың да иісі шығып тұрады. Осыны біз ескеруіміз керек. Мысалы осы уақытқа дейін Алматыда бірде-бір қазақтың дәмханасы болған жоқ. Сұмдық емес пе? Мысалы ол түгіл Астанада қазақтың дәмханасы жоқ. Қазақтың бас қосатын жері жоқ. Қазақтың қымызханасы жоқ осы уақытқа дейін. Мына 20 ғасырдың басында қазақ зиялыларының дамуы неге күшті болды? Қоян жәрмеңкесі деген жәрмеңке болған. Сонда қымызханалардың үлкен көшелер тұрған қымызханалар. Семейде. Сонда мысалы Алаш идеясы дүниеге келді. Қазақтың анау Біржан Сала консервациядағы үлкен өнер дүниеге келді. Соның барлығы мына дастархан деген қазақтың дастарханы бұл бір ғылым академиясы сияқты. Бүкіл өрелі ойлар, ұлы идеялар осы қазақтың дастарханының басында туады. Қазір ғылым академиясында түк та жоқ, мысалы. Ғылым институтында түк та жоқ. Барлығы сатылып кетті. Қазақтың басы қосылмайтын болды. Ғалымдардың бәрі тозып кетті, мысалы. Өтірік жалған академиктер шығып жатыр, ғалымдар шығып жатыр. Ал енді жалғандыққа қарсы істеуіміз керек. Қазақтың басын осындай қазақтың ұлттық асханаларында, ұлттық кухняларында қосуымыз керек. Қазақ қымыз ішу керек. Қымыз ішсе қазақтың басына үлкен ойлар келеді. Қазақ ет жеу керек мінекей. Міне осының барлығы үлкен ауқымды түрде ойлағанда қазақтың өзінің асханасы, өзінің тамақ ішетін орны болу керек. Біз қашанғы өзбектің тамағын ішеміз, біз қашанғы ұйғырдың тамағын ішеміз. Енді қазір Қытайдың кухнясына көшіп жатырмыз, Жапонның сушиін ардақтап жатырмыз. Бұның барлығы мына білінбейтін процесстер ұлтты, әсіресе жас ұрпақты қазақтан, ұлттан жердің әкеп соғады. Мына тыңдайтынымыздың барлығы фонограмма, шетелдің мына үлкен қазір жастарымыз бүгінде де көп қалды. Мысалы, мына рухани экспансия бірнеше 25 жылда біз енді мен қазаққа қайран қаламын рухының мықтылығына. Анау деп жатырмыз, 25 жыл бойы үздіксіз бізге шабуылдап жатырмыз. Діни экспансия, музыкалық экспансия, мына осынау асханалар неше түрлі шетелдік тіпті киіміміз де жоқ қой қазір біздің. Соны түгіміз қалмады. Бізде құр қазақтың тәні ғана қалып тұр. Енді сол тәнді немен қоректендіреміз? Тәнді сол өзінің ұлттың тамағымен, ұлттың сусынымен, ұлттың әнімен, күйімен, киіммен қоректендіру керек. Әйтпесе мынандай алмағайып заман қазір. Сіздер ойлайсыздар бәрі тыныш деп. Жоқ, қазір ұлы соғыстар жүріп жатыр. Ол информациялық соғыс, ақпаратты соғыс дейміз. Ол рухани соғыстар, ол діни соғыстар, неше түрлі ағымдар. Ол жаңағы бізге әртүрлі музыкалардың ағымдардың келуі. Сосын қаптаған мына Қытайдың, Жапонның, тіпті қазір Вьетнамның рестораны ашылды. Сұмдық қой мынау. Ең керемет Пурмана көшесінде қазір Вьетнам рестораны жұмыс істеп тұр. Оның жарнамасын қарасаңыз бүкіл Алматыда ілінбеген жер жоқ. Сонда біз неге деген қорлықпыз? Сонда өзіміздің бір асқарамыз жоқ. Осы тұрғыдан алғанда өте үлкен жоба деп айтуға болады. Бірақ енді өкініштісі мен ана күні мына Түркібаев көшесімен мына Дүйсенов, Мырзабек Дүйсенов деген керемет ағамыз болған. Соның көшесіндегі неде болдым? Мысалы, қарасаңыз, сонда бірінші ашылды. Сонда да бір қазақтың жазушы жоқ. Сонда да бір қазақтың ақыны жоқ. Бір өнерпазы жоқ. Бұл да қасірет.
Мысалы енді ақын жазушыларымыз керемет болады. Ойбай, қазақымның қымызай, анасыбай, руханият-ай, ән-ай, күй-ай, жазу-ай, ұлттық құндылық-ай деп. Бірақ енді мына реалды өмірде олар жоқ. Осы жерде жүру керек қой. Осы жерде бір-екі ақын жазушы, жаңағы үлкен ақсақалдарымыз отырса, жас ұрпаққа батасын беріп